Қазір Оян бағдарламасы Алматы төрінен жалғасады. Әріптесіміз Мақсат ақын Жандос Әлімбетовпен сұхбат құрады. Қайырлы таң, Мақсат, таң жарық болсын. Рахмет әріптестер, қайырлы таң, қадірлі көрермен. Жаңа күніңіз жақсылыққа толы болсын. Алматы студиясында Мақсат, рахмет. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы ақын Жандос Әлімбетов мырза. Жәке, қош келдіңіз. Қош көрдік. Таң көңіл күйіңіз қалай? Керемет. Бәрекелді. Енді шығармашылық адам болғаннан кейін адамның шабыттануына, жалпы адам болып қалыптасуына өзінің туған жерінің табиғаты ерекше әсер етеді ғой. Өзіңіз Түркістан облысында дүниеге келген екенсіз. Сізге азаматтық позицияңыз қалыптастыруға деп айтайыншы, туған жеріңіз қаншалықты әсер етті? Енді Түркістан халқын киелі рухани астанамызды барша қазақ елі біледі. Ол жердің салт дәстүрі бөлек, адамдары, жаңағы ыстық ықыластары, қонақ жайлығы деген сияқты. Жалпы оңтүстікті бәрі біледі ғой, сол сияқты жалпы әсері бар ғой. Түркістанның өзінде дүниеге келдіңіз бе? Түркістан қаласының өзінде. Алматыға қоныс аударыпсыз. Енді бұл мәдени астана деп жатамыз. Бұл қала сіздің шығармашылығыңызға қандай тыныс алып келді? Жалпы мен ақындықты сол Түркістанда бала кезден қызығушылықпен бастадым, ізденіспен. Өнер ордасы дейді Алматы. Жан жақта ізденіспен, жұмысты да, өнерді де бірге алып жүрген жайым бар. Әншілермен де жұмыс жасасып, бәрін үлгеріп жүрміз енді. Бәрекелді. Енді ақындық дейміз, бұл бір сөзбен сурет салғандай. Тақырып көп ақын үшін. Тақырып өте көп, бірақ әр ақын өзінің бір стилін қалыптастырады. Сіздің негізгі бағытыңыз қандай? Осы көбінесе қоғамда болып жатқан, елімізде болып жатқан жағдайларды өлеңмен жеткізіп, халықтың бір ыстық лебізін алдым десем болады. Бәрекелді. Енді сіздің жырларыңыздан өмірдің мәні, адамдық, жаңа өзіңіз айтып отырған қоғамдық мәселелер жиі көрінеді. Бұл бағытқа бет бұруыңызға не түрткі болды? Енді мына қоғамда шуға айналған жағдайларды аламында өзімнің пікірімді, өз жеке ойымды өлеңмен жеткіземін. Сосын жаңағы парақшаларыма салам, халық әрдайым қолдап, дұрыс не бұрысын жазады өздері. Тамаша. Енді жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, әнге көп сөз жазам деп. Әнге 2019 жылдан бастадым жазуды. Ең алғашқы туындым мереке жайдарманшы Мереке Қалыбаева, сүйіп қалдым жас баланы оф-оф, және кеңінен тараған тәтті деген ән бар. Солардың сөзін жазғам. Жалпы Мереке Қалыбаеваның жеке өзіне 9 әніне сөз жаздым. Және Қыздархан Еркін қызы деген қарындасымыз бар. Гитарамен жанды дауыста ән шырқап жүрген қарындасым. Махаббаттың қағидасы, әкеге хат, ел не дейді деген сияқты хит туындыларым, және Адамша өмір сүріңдер деген кеңінен таралып жатқан туындым бар. Қыздархан Еркін қызының әніне жазылған. Енді өзіңіз қалай дұрыс санайсыз? Әнге сөз жазылған дұрыс па, сөзге ән жазылған дұрыс па? Шынын айтсам, енді ақын ретінде мына жүректен шығады ғой. Шабыт келген кезде ол өлеңнің бірінші сөзі шыққан дұрыс деп есептеймін. Өзім жеке ойым, пікірім. Алайда көбінесе әншілер тапсырыс беріп әндерін жібергенде, ол әндерін тыңдағанда бір қатары басқа. Буындары бөлек болғандықтан, ол кісілердің айтқан тақырыбындағы өз ойымды сол қатарға ұйқаспен келтіру, ол қиындық болады бәрібір. Бәрібір оңай емес әрине. Ол үшін музыкалық қабілетті керек қой. Сондықтан өзім жеке өлеңді жүректен туады дейді, бірінші сөздің өзі туғаны солай. Сіздің ойыңызша, жалпы біздің қазақ ұлты деп айтайыншы, бірінші ән тыңдай ма, сөз тыңдай ма? Менің ойымша бірінші сөз тыңдайды. Себебі мен ақын болғандықтан жазып жүрмін ғой. Әр түрлі тақырыпта жазамын. Жалпы махаббат, өмір, тағдыр, сөзге өте қатты мән береді. Бірінші қанша әнге сөз жазып жүрмін, бірінші сөзін сынға алады. Десе де бірінші өлең шығып, сөз шығып, сөзге ән шыққан ол бөлек болады, Әрине. Бірінші сөз шықса, одан кейін барып ән жазылса керемет ол. Бәрекелді. Мысалға, алдағы уақытта мына өлеңдер жинағын шығару ойыңызда бар ма? Құдай қаласа сол 2 жылдықта кітабымды шығарсам, туған жерім Түркістан қаласында шығармашылық жеке алғашқы
Кешіңізді. кешімді өткізіп, сол кітабымның тұсаукесерін сонда кессем деп едім. Ой, бәрекелді. Соңғы кезде қоғамдағы тыныштықтың маңызы туралы жырларыңыз кең таралып жатыр. Не себеп болған? Енді қоғамда болып жатқан, қазір өздеріңіз білесіздер, көріп жүрген боларсыздар бәлкім, көптеген жағдайлар болып жатыр ғой, жаңа айтып өткендей. Алаяқтық болсын, басқа да болсын, халықтың жүрегіне мен енді өлеңмен жеткіземін және өзім оқып беремін. Сол себепті шығар деп ойлаймын. Халықтың пікірімен санасар болсақ, маған сен өзің оқып жеткізгенің ұнайды деген сөздер көп келеді. Жүрекке жеткізе аласың дейді оқып. Бәрекелді. Енді осы орайда біздің қазіргі оянның көрермендеріне де қызық болып тұр. Өзіңіздің шығармашылығынан бір үзік жыр оқып берсеңіз екен. Жарайды. Адамша өмір сүріңдер деген менің жеке әнұраным деп айтсам болады. Бәрекелді. Паспортыңыз. Иә, өзіме өте 100% өмірімнен алынған, тағдырымнан, айналамдағы адамдарға арналған туындым еді. Бәрекелді. Оқып берейін. Жығылсам жылар мен емес, жылатар мені сен емес. Адамнан алыс надандар сендейлер маған тең емес. Жазықсыз тілге кінәртіп, сөйлеме бекер сен артық. Пендеге мекен жер үсті, кетпегін көкке тым шалқып. Ақылың болса басыңда, кеудеңді керіп тасынба. Кір салып өтсең көңілге кім қалар сенің қасыңда. Бұл жалған 5 күн өмір ғой, бастысы таза көңіл ғой. Адам боп келген өмірден адам боп өту парыз ғой. Сүрінсем мейлі күліңдер, артымнан иттей үріңдер. Үрді деп бір ит, мен дөріп ит болғым келмейді, біліңдер. Арқама соғып мың пышақ, аз болса тағы тіліңдер. Сендерге бөлер уақыт жоқ, өсектеп мейлі жүріңдер. Сендерге айтар бірақ сөз, адамша өмір сүріңдер деп жазылды. Бұл бір мінезді өлең екен. Қай адамда болсын, әсіресе шығармашылық адамда болсын, бұл көп кездесетін жағдай. Иә, айналамыздағы артымыздан ғайбат айту, бір көтеріліп, бір алға қадам басып бара жатсаң, бір аяқтан шалу мәселелерімен жазылған ғой, жалпы өмірімнен алынған. Енді ақын халықтың адамы ғой. Иә. Ақынның қоғам алдындағы жауапкершілігі бар деп ойлайсыз ба? Қандай жауапкершілік жүктелген ақынға? Енді ақын болу да оңай емес. Біз де бір ақынбыз деп кез келген нәрсені тілге тие бермейміз. Әр жазған өлеңіміздің әр әріпін ойланып жазамыз. Абай атамыз айтпақшы, өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп тегіс жұмыр келсін айналасы дейді. Жастарымыздан, тіпті мектеп оқушыларынан, өзіңізде де дәл солай басталған шығар, өзін ақын сезініп, бір шабыттанып, бір табиғи құбылыстарды көргенде, бір ғашық бола бастағанда дейік, болмаса бір қақтығыс кедергілерге тап болғанда өлең жаза бастайды. Сол бір ізіңізден еріп келе жатқан, бәлкім осы оянды көріп отырған жас ақын болсам деген ізденімпаздарға қандай тілегіңіз бар? Жалпы ақындарға мен әрдайым қолдауымды білдіремін сөйлескенде де, жалпы өмірде де шабыттары сарқылмасын, қаламдары мұқалмасын, тек қана алға дегім келеді. Бізден де сізге тілек сол, тоқтамаңыз, алға қарай шабыттана беріңіз, шарықтай беріңіз, үлкен шығармашылық, толағай табыстар тіледік. Жандос мырза, өзіңізбен таңды таң құрбан әңгімелесуге болады, бірақ өкінішке қарай бізге берілген студиядағы уақыт шектеулі. Сол себепті құрметті көрермендер, бүгін бізде студиямызда қонақ болған Жандос мырза, Жандос Әлімбетов, ақын ұлдарыңыз, өлең жырларын тыңдай жүріңіздер. Ал барлықтарыңызға Жандос екеуміздің тілегіміз, күндеріңіз берекелі, шуақты болсын, позитивке, жақсы ойларға, жақсы энергетикаға толы болсын, өмірдегі барлық аңсаған арман, мақсат, мұраттарыңыз орындала берсін дейміз.